Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қызылшадан екі түрлі дәмді салат дайындайтын боламыз. Ең бірінші картофель пай себілген салат. Бір картофелімізді осылай жуып аршып, ұсақтап салонға тураймыз. Болмаса сіздер ірі корей теркісінен өткізіп алсаңыздар болады. Тавамызды қыздырып, оған май құйып, картофелімізді салып қуырамыз. Картофеліміз осылай қызарып қуырылған соң, жақсылап майынан сорғытып алып аламыз. Ендігі кезекте екі қиярымызды жуып, осылай дәл видеодағыдай жіңішке қылып тураймыз. Және де бір қызылшамызды пісіріп, оны да осылай жіңішке қылып тураймыз. Турап болған соң қиярымызға қосып саламыз. Және де бір жұмыртқамызды пісіріп тураймыз. Менде жұмыртқа ыстық, сіздер міндетті түрде алдын ала пісіріп, суытып тураңыздар. Әйтпесе қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Оны да қызылшамызға қосамыз. Сәл майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымызды тарелкамызға салып, бетін өздеріңіздің қалауларыңызша картофель пайды сеуіп әсемдейсіздер. Келесі дайындайтын салатымыз витаминный салаты. Ол үшін ең алдымен екі жаңғағымызды аршып дайындап аламыз. Болмаса сіздер тазаланған жаңғақ пайдалансаңыздар болады. Табамызды қыздырып, жаңғағымызды салып, сәл қуырып аламыз. Сол кезде жаңғағымыз қытырлақ және өте дәмді болады. Осылай ұсақтап турап аламыз. Бұдан бөлек бізге 3 тал осындай чернослив қажет болады. Жуып, жақсылап ұсақтап тураймыз. Болмаса жүзім пайдалансаңыздар болады. Және де екі қызылшамызды ұсақ өткіштен өткізіп аламыз. Яғни піскен қызылшамызды ұсақ өткіштен өткіземіз. Дайын болған қызылшамызға чернослив және де осы грек жаңғағын қосып жақсылап араластырамыз. Және бір қасық қаймақ қосамыз. Қаймақ болмаса майонез қосып дайындасаңыздар болады. Осындай формочкада жинап дайындайтын боламыз. Сіздердің үйлеріңізде адам көбірек болса, көбірек дайындауға кеңес берем. Қалай дайындасаңыздар да өте дәмді салат, бірден женіп кетеді. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеп, фантазияларыңызға қарай әдемілесеңіздер болады. Өте дәмді, өте пайдалы салат, дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Менің арнамда бұл салаттардан басқа да дәмді салаттардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Рецептерім ұнаса үлпіл басып, пікір жазсаңыздар өте қуанышты боламын. Алда бұдан да жақсы салаттардың рецептерімен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.